Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде осындай вафли жасалынды. Венский вафли деп аталынады. Мен мұнда 350 грамм ұнға мен осындай 22 штук осындай венский вафли болыпты. Ал кеттік, бастайық. Баршамыз танысып болдық. Есімім Масим екен, білесіздер. Мен мұнда шедевр масласын алдым. Оның ішінде 180 грамм. Упаковканың сыртында барлығында жазылып тұрады, қанша грамм екен қайсысында. Өзіңіздің қалауыңызша домашний жұмыртқа қосасыз ба, әлде подкупной жұмыртқа қосасыз ба? Мен мұнда подкупной жұмыртқа сатып алынған жұмыртқаны қостым. Әстен жай мелкім шекер араластырасыз. Барлығын араластырып болып, крышкасын салуды ұмытып кетіппін. Барлығы крышкасы болса, сіздің ыдысыңыздың крышкамен жасасаңыз, шашылмайды, бұл жағдайда жақсы болады. Барлық заттар комнатный температурада болу керек, бірақ сізде микроволновка болса, только молоко, сүтті ғана сіз микроволновкада 1 минутқа ысыта аласыз. Если микроволновка бұзылып қалып істемей қалған жағдайда, ол кезінде 1 сағат холодильниктен алдын ала шығарып қойыңыз керексіз, комнатный температураға үйрену үшін. Тұз салдым, сүтпен бірге араластырып жатырықта миксермен. Жақсылап сілкіп алып, уже миксердің жұмысы бітті. Енді лопаткамен ұнды араластырамыз. Мен мұнда 350 граммдай ұнды өлшеп, көздеріңізше, оған разрыхитель саламын. Бұның дайындалу уақыты менде мысалға 22 штук шықты. Общий осы 350 граммнан дайындалу уақыты менде әрқайсысы 4 минут, 3 минуттан болады вафельницаға салған кезінде. Ал өздеріңіз көресіздер, бірдестен салып алуға болмайды. Бұл бірдестен болмайды, сразу айтам. Бұл 5 минуттық видео болғанмен қысқартып сіздерге көрсетілген видео. 1 минутта ала салуға болмайды. Вафельница, оның разница жоқ, қымбат, арзан, главное бәрі піседі оның ішінде. Мына ұнды да тоже болшылдатып бірдестен салмаймыз, өйткені комок болып қалады. Сол үшін әстен араластырып барып саламыз. Міне уже разрыхитель салып жатырмын, жаңа айтқан едім, разрыхитель салам деп, сол разрыхительді салдым. Разрыхитель, если болмаған жағдайда, содамен заменять можно. Содаға уксус, чайный ложканың жарты ложканы аласыз да, соған кішкене жаңағы чайный ложкаңыз толғанша уксус құясыз. Сөйтіп осы тестоға салсаңыз, быжылдап әдемі болады. Ол да тез көтеріледі. Мына жерде щеткамен жақсылап сүрту керек вафельницаны майменен. Алдын ала, чтоб жабыспас үшін. Негізі бізде де май бар, сонда да алдын ала бір-ақ рет сіз май жағасыз. Если прям бір досконально сұрайтын болсаңыз, қаншалықты құю керек десеңіз, онда ас қасықпен 2 ложка. Осындай лопаткамен көріп тұрғаныңыздай осылай қылып салуға болады. Жан-жағына аққандары еш нәрсе қылмайды, ол просто сындырып алып тастауға болады. Мысалға, жан-жағынан шығып тұрған мұның бәрі да, оның бәрі спокойно алынады. Достар, видеомыз соңына да жетті. Мен мұнда құрамын айта кетейін сіздерге. 180 граммдық сливочный масланы алдым, оған 150 грамм құмшекер салдым, 4 жұмыртқа салынды, оған 200 граммдық сүт салынды, оған разрыхитель чайный ложкамен салынды, чайный ложкамен тұз салынды. Осының бәрін араластырып, миксермен, болса миксермен, или болмаса обычный ручной миксермен араластырсаңыз, 3 минутта ыстасаңыз, вафельницада сіздің вафлин уже дайын болады. Сау саламатта болайық, аман болыңыздар. Достарыңызға жасай алмай жатқан жаңадан түскен келіншектерге жіберіңіздер. Аман болыңыздар.